Іштен шыққан жау жаман. Ол жау өзің сияқты қаракөз қазақ болғаны өкінішті. Террористер қазір қарусыз адамға оқ атпайтын солдат сияқты емес. Ол қарапайым адам болып та, әйел адамда, тіпті бала да болуы мүмкін. Ассалаумағалейкум. Бұл шын тарих. Бұл видеода елімізде азғантай уақыт ішінде орын алған террористік актілер туралы болмақ. 2011 жылдың 17 наурызында Ақтөбеде Рахымжан Мақатов ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында өзін жарып жібереді. 25 жастағы жігіттің мұндайға барған себебі ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында болған уақытта жасаған қылмысы үшін жазадан қашу үшін осындай іс-әрекетке барған деп бас прокуратура мәлімдеме жасайды. Келесі күні құқық қорғаушылар 20-ға жуық адамды осы жағдайға қатысы бар деп ұстайды. Оның 12-сі 3 жылдан 17 жылға бас бостандығынан айырылады. Есет Махауовтың терактіге қатысы жоқ деп танып, бірақ басқа қылмыстар үшін 17 жылға қамайды. 2011 жылдың 11 қазанында Атырауда екі жарылыс болды. Біріншісі қаланың бір ауласында қоқыс тастайтын жәшікте орын алады. Екіншісі бірнеше минут ішінде Сарыарқа ауданында белгісіз біреу өзін жарып жібереді. Прокуратура терроризм деп іс қозғап, артынша жарылыс үшін жауапкершілікті Халифат әскері деген ұйым өз мойнына алады. Тараз қаласында 12 қазанда джихадты ұстанатын 34 жастағы Мақсат Қариев өзін аңдып жүрген КНБ-ның екі қызметшісіне қарулы шабуыл жасап мерт қылады. Артынша Мазда автокөлігінің иесіне қару тезеп, байлап көлігін алған. Кейін қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасап, күзетшіні өлтіріп, бір адамды жаралап, бірнеше қаруға қол жеткізеді. ВАЗ-2109 автокөлігін тартып алып, арнайы күзет тобының екі қызметшісін өлтіріп, Калашников пен Макаров тапаншасын алып кетеді. Содан кейін Қариев өзінің тұрғылықты жеріне оралып, гранатомет РПГ-26-ны алып, КНБ-ның ғимаратына сол гранатометпен және автоматпен оқ жаудырған. Ол жерден бой тасалап жатып, арнайы атты әскери полкының екі қызметкерін жаралайды. 15 минут өте жараланған Қариевті полиция арнайы батальоны ұстап алады. Бірақ қарусыздандыру әрекеттері жасалып жатқанда Қариев өзін-өзі жарып жібереді. Нәтижесінде взвод командирі полиция капитаны Ғазиз Байтасов мерт болады. Және полиция сержанты Алашев жарақат алады. 2011 жылдың желтоқсанында Алматының іргесіндегі Боралдай елді мекенінде террористік топты әшкерелеу жұмыстары барысында 7 адам қайтыс болды. Оның ішінде спецназдың 2 қызметшісі бар. Бұлар 8 қазанда Алматыда 2 полиция қызметкерлерін өлтірген болатын. 3 желтоқсанда қылмыскерлерді ұстау барысында қарулы қарсылық көрсетіп, Боралдай поселкесіне бой тасалайды. Осы жерде берілмеуге шешім қабылдаған террористік ұйымның 5 өкілі жойылады. Қылмыс орнында бірнеше қару-жарақ пен РПГ гранатометі табылды. 2012 жылдың 28 мамырында Арқан Керген шекара заставасында орын алған қырғын елді дүр сілкіндірді. Себебі ол жерде 14 шекарашы мен қорық қызметкерінің өлімі, сол жердегі бірқатар объектілерінің жойылуы әлі күнге дейін бұл жасалған қылмысқа жалғыз Владислав Челахтың қатысы болғаны күмән тудырады. Себебі алғаш тергеу барысында 15 адамды өлтіріп, посты өртеп жіберген мойындаған Челах артынша өз сөзінен бас тартады. Оқиға барысы былай болған. Ең бірінші болып пост территориясынан алдап шығарылған кезекші қарауылды өлтірген. Қайта казармаға оралып, ұйқыда жатқан 9 солдатпен қоса бәрін атып тастаған. Ең соңғы болып аңшыл ашығында болған Руслан Кимді өлтірген. Челахтың айтуы бойынша ояу жүрген әріптесіне қару кезегенде оны қалжың деп сенбестік танытқан. Бәрін өлтіргеннен кейін Челах қылмысын жасыру үшін әртүрлі жерден автоматтармен оқ атып, казарманың әр жерлеріне оқтарды шашқан. Артынша барлық жерге бензин шашып, казармалар мен шаруашылық құрылыстарды және бірінші өлген қарауылдың денесін өртеп жібереді. Сөйтіп капитан Қариевтің киімін киіп алып, Макаров пистолетін, ақша, ноутбук, телефондарды алып қылмыс орнынан жаяу қашып кетеді. Челах өз сөзінен бас тартқаннан кейін Челах шекараға шабуыл жасалғанын айтады. Оған қатардағы сарбаз ағанастың сөзін жеткізеді. Атылған оқтардың дыбысын ести қашып кеткендерін айтады. Бұл істің артында шекара бұзушылықпен қатар көрші елдің шекарадан асып, құлаған құпия заттарын сақтап қалу үшін шекараға қарулы шабуылына барғаны жатуы мүмкін.
Екі ел ара үлкен шиеленіске бет бұрғызбау үшін Челлахты кінәлі санаумен келісесіз бе? 2012 жылдың шілдесінде Алматы облысының Тау-Самал аймағында болған үйдегі жарылыс кезінде 4 әйел мен 5 бала өмірлері үзіледі. Өлгендер террористік топтың мүшелері екені анықталады. Үйде жарылыс құрылғыны жасау барысында болған қатерлік жарылысқа алып келген. Полиция айтуынша үйдің ішінде қару-жарақ, рациялар мен полиция формалары табылған. 2012 жылдың Ақкент тұрғын үй кешенінде жалдамалы пәтерде 6 террористік көзін жояды. Арнайы операция барысында 40-қа жуық граната пайдаланылған. РПГ мен оқ атылды. Қуанышқа орай өлгендер тек террористер ғана болды. 2016 жылдың 18 маусымында Қызылорда облысының тумасы 26 жастағы радикалист салафит Алматының қақ ортасында автомат ұстап алып 10 адамды өлтірген. Оның ішінде 8 полиция қызметшісі, 2 қала тұрғыны. Өмірбақи бас бостандығынан айырылған Руслан Куликбаев түрмеде отырып 2 рет өзіне қол жұмсамақшы болған. Бұл терактілердің жасағандарының барлығы ислам дінінің радикалды топтарының жемісі, яғни көздеген түп мақсаты ислам халифаты. Сирияда ИГИЛ орнаған уақытта қазақ азаматтарының бірқатары сол жаққа джихад жасаймыз деп кеткендері аз емес. Кезінде көрші өзбек ағайындарымыз осындай арам пиғылды топтармен күресу үшін мешіттерде азан шақыру тоқтатылып, біраз қудалау басталады. Ел радикалистерден біраз тазарып қалады. Қуылған жұрт шекара асып, ағылған радикалистер аңқау қазақ жұртымен араласып, қазір біреулерге ұстаз бен пір болып жүр. Жаратушы Аллахтың құлы емес, адамның құлы болып кетпе.